істеу керек мында. Так, бүгін жұмыс жоқ, бүгін уақыт жетмейді. Так. Bir машина сатып алу керек, бір қасқа бір мотоцикл жүр. Күнге киіп негр болып кеттік. Итакта негрміз ғой. Не істейміз? Так. Маған машина сатып алатын ақша керек. Ол ақшаны қаяқтан табамыз енді? Так, достарымнан сұрап көрейінші. Так, 8, 7, так, 334, 52, 36, давай. Аш. Алмайды ғой. Так. Қой, оданша мен дайындалып, айлықты алып, оны кейін өзім жинап жүрген ақшаны қосып бір машина аламау деймін. Сол машинаны алу керек еді. Алам точно бүгін. Қасқа, ешкімге бәріне звондап шықтым. Дүние жүзінің барлығына звондап шықтым. Дым болмады. Короче, ешкімге алмайды, бәрі жұмыста жақты. Қасқа өзіміздің мотоциклімізде отырайық. Так, онда жұмысымызға кеттік онда. Ойбу қыз. Так, не бар өзі, не жүр? Тезірек өзіміздің пойыз жол серіктің тез жүріп бар. Қату керек. Тесе қалықтау болу керек ше. Айтпесе болмай кетті. Бензин қойдырып болу керек қой. Мотоциклде бір бензинді қатып сөйтіп мына мотоцикл. Тесе өтіп. Так, уақыт деген жететін сияқты мен ойынша по-моему. Болып жақындап қалдық қой бәрібірде. Менен көрмесі болды ана. Өзі соғыла салды ана. Мен емес, короче. Так. Газ, басқа бару керек бұл жақта. Қасқа, ашында өтіп жүрген. Неға өтмейсің? Так. Қасқа басқа бару керек. Біздің бастық керемет. Бұдан асқан не керек? Так. Қой, біз тез кет қалайған. Қасқа шөллеп кеттік. Бүгін точно өзім ақшам жинап жүргенге мотоциклдік бол. Қасқа мотоциклдің жүре беріп, мотоцикл басып кетеді. Қолдан келгенше бір машина алып алу керек. Қасқа. Кеттік. Ешкімге көрінбей мына жолмен жүре берейінші. Так, бір аэропорттарда бір машина сатып жатыр деген не істегем негізі? Сояққа бару керек. Қасқа бір қалаға да жетіп қалдық. Короче, мына жақта аэропорттарға бару керек. Кішкене болсын аэропортқа жақынбыз, өйткені менің мотоциклім қатты жүреді. Машинадан қатты жүреді, бірақ машина деген жақсы ғой. Аэропортты өздерінде көріп тұрған шығарсыңдар. Келдік қой әлде. Мына жақта бір машина барды, қарап жатырмын. Қайсысын алсам болады екен, Барлығы ұнап тұр. Бірақ қатты ұнап тұрғаны Тарзан мен Rolls-Royce және артымдағы Lamborghini. Бірақ анау классик емес па, классик. Не қарасаң жақсы негізі. Бірақ мен S19-ны айттым маған. Так, сатушымен сөйлесе бердім. Сөйлесіп қойдым, өзің енді ала бер деген. Таңдап. Тарзанды да өте қатты алғым келіп тұр, бірақ спортивный. Қымбаттау. Rolls-Royce өте маған ұнап тұр негізі. Қараңызшы, өте демі Rolls-Royce қой. Разгонын тексеріп көреміз бана Rolls-Royce. Тексеруге болады деген. Камера Rolls-Royce'ның разгонын тексеріп көреміз бар. Так. Опа. Кетті ал. Так, әдемі Rolls-Royce. Так, не яқын жүреміз. Аккуратты соғыласақ бітті қой кән. Опу. Енді нормально. Қой, балғын резинасы мұны жүрмек. Жақсы негіз бұлайша. Самолет сатып атырмын. Аэропортта. Самолет сатып деген жақсы ғой, бірақ машина сатып деген. Болай береді. Так, мына жақтарда біз бірақ Lamborghini Urus сағын кеп тұр, бірақ ше. Қатты ұнап тұр Lamborghini Urus. Бірақ ақша жетпейді. Мынау классикке ақша жетеді екен. Және классикке ақша жетіп тұр, бірақ әдемірек машина, бірақ мынаған да ақша жетіп тұр да. Екеуінің біреуін таңдау керек тұр міне.
Так, мынау ма? Так. Маған қатты ұнап тұрған выгодно, бірақ қатты жүретіні мынау да. Қазіргі шыққаны мынау. S19 жаңадан шыққан ананың. Так, қайсысын алатын білмей тұрып қалсам. Так. Оны мен ала берем. Қазір сөйлесіп қайтайын анамен. Қайда едің, офисің қаяқта? Ауғанский машина, әлі түр машина алып алдым. Енді бұл ақ түс маған ұнап тұр ма, ұнамай тұр ма, қазір көреміз. Ақ түсі нормальный негізі. Вау! Джиптің көкесі осы ғой. Кеттік ал. Кішкене мақсат мотоцикл манағын сатып жіберіп, ақшаны қосып жіберіп, өзім жинаған ақшаны қосып жіберіп, қымбат тұрады екен. Стрижканы бұзып кеткенске ғой. Өте керемет. Ұнады маған. Қазір бұны біз гаражға барып түсін ауыстырады. Светтері бар еді менде. Үйге барайық енді. Кел жатыр. Ойбу, братан кет. Өзімнің жаңа ғана сатып алған машинам тек. Ақ түс негізі түнге жарасады екен. Ой. Біреудің терезесі сындаған яқты. Так, ақ түс түнге жарасады. Гаражға барайық, гараж. Цветтерді ауыстырып қойып. Ұйқым кетті. Қой, азанда ауыстырамыз ау әлі. Ауыстыратын шама жоқ, не қоя салайық. Азанда кейін гараждың ішіне кіргізе барамыз ғой. Ой, азан болып қойды уж. Ой. Қайдағы азан? Азан болды десем. Бекер ерте тұрып қойыппын ма? Не істеймін енді? Ұйқым да кеп тұрған жоқ. Диванда ұйықтап алып қайтып тұрып алғансыз ғой. Так, кеттік машинаны кіргізе берейік. Так, мынаны сары қылсам ба екен, қызыл қылсам ба екен? Қалай, әлде қара қылсам ба екен? Так. Олай қарасаң ақ жарасып тұр өзіне, әппақ болып. Бірақ тез кіріп болады негіз. Қой, өзімнен ұнаған түсімде. Қоя берейін. Ал шығарайық машинамызды. Қандай түс екенін көреміз ал. Өзімнен ұнаған түсім осы болды. Осыған кете берейік енді. Қой, бір машинамен бір разгон басып келеміз ау. Достар, мен ютубқа оралдым және осы Франклиннің оқиғасы деп түсіретін болам. Достар, әрине лайктарың болса, комментарий жазып кетіңдер. Жалғасы хотя бы 3 лайк немесе 5 лайк жазып кетіңдер. Арзан, енді кішкентай берейік, арзан деген не сенді. Енді ютубқа оралдым, давай аз лайк жинап тастайық енді. Енді жалғасы осыдан кейін жатыр. Ал онда біз videomuza аяқтаймыз.